Бір күні кешке ер кісі жүк көлігінде қыр жақтан жолда келе жатты. Ол жолдан әппақ киінген қызы кетіп бара жатқанын көрді. Машинаны тоқтатып, әйелге сізді жеткізіп тастайын ба дейді. Бірақ әйел оны естімеген сияқты мән бермей кете береді. Ер адам таңқалып, мынаудың есі дұрыс па, түнде неге жалғыз жүр деп күліп қойды да әрі қарай кете берді. Сосын 1 километрден кейін бе ол өлең қосып ысқырып кетіп бара жатып, машинаның айнасынан әлгі әйелді көреді. Ол 4 аяқты жануар секірді, бар жылдамдығымен жүгіріп келе жатады. Ол әйелдің көзі жыпылықтамай жаман қарады. Ер адам таңқала қорыққаннан газды баса жөнеледі, бірақ әйел артынан қалар емес. Біраз жүргеннен кейін ол тағы машинаның айналасына қарады. Әйелден құтылдым, аман қалдым, сәлде болсын, қорқынышым сейілді. Бірақ ол бәрібір айнадан тағы бір рет жақсылап қарауды шешті. Ол қараңғыдан ештеңе көрмеді. Ол әйел жоқ екен. Алдына қараған сол еді, жанында отырған жаңағы әйелді көрді.